саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі көңіл күйлерің қандай? Тамаша. Топқа Word платформасы арқылы бөлінеміз. Ал балалар, сабақты бастамас бұрын үй тапсырмасына шолу жасаймыз. Үй тапсырмасын Kahoot ойыны арқылы сіздерге сілтеме жіберіледі. Kahoot ойыны арқылы тапсырмаларды орындайсыздар. Тапсырмасы өте жақсы, барлықтарыңыз тамаша орындадыңыздар. Енді қолдарыңызда сіздердің қазақы үйіне бағалау шкаласы тұр. Осы шкаланы әр тапсырманы орындаған сайын балдарыңызды көтеріп отырасыздар. Сабақтың өн бойында жүретін құбылыс. Балалар, сіздерге жұмбақ. Су мен күкірт қосылып, күшті затқа айналады. Оны білмей өндіріс алға қарай бармайды. Шіркін осы қосылысты таба аласыңдар ма? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы осы жұмбақтан шығады. Айта ғой. Күкірт қышқылы. Түсіндіруге видео көрейік. Күкірт қышқылы және оның тұздары. Күкірт қышқылы H2SO4 күшті электролит сұйытылған ерітінділерден бір сатыда диссоциацияланады. Физикалық қасиеттері: түссіз, май тәрізді, ұшпайтын, иіссіз сұйықтық. Судан шамамен 5,4 еседей ауыр. Күкірт қышқылын суда еріткенде көп мөлшерде жылу бөлінеді. Соның әсерінен қышқыл жан-жағына шашырайды. 70%-ден астам массалық үлесі бар күкірт қышқылының H2SO4 жылу ерітіндісі концентрлі күкірт қышқылы деп аталады. Ал 70%-ден аз болса, сұйытылған күкірт қышқылы деп аталады. Сабағымыздың тақырыбы күкірт қышқылы және оның тұздары. Негізгі оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты күкірт қышқылы ерітіндісі мен оның тұздарының физикалық және химиялық қасиеттерін зерттеу. Сабағымыздың мақсаты күкірт қышқылы ерітіндісі мен оның тұздарының физикалық химиялық қасиеттерін саралайды және өндірісте, күнделікті өмірде қолданылуын зерделейді. Топтық жұмыс ойлам жұптас бөліс әдісі. Бірінші топқа күкірт қышқылының қасиеттері деген тақырыпта күкірт қышқылының физикалық химиялық қасиеттерін сипаттаңыз. Ол қандай индикаторлармен әрекеттеседі, реакция теңдеулерін жазыңыз. Осы тапсырмаларға сәйкес дескрипторлары берілген. Келесі екінші топқа күкірт қышқылының тұздарын жіктеу тақырыбы. Күкірт қышқылының орта және қышқыл тұздарын атаңыз. Олардың формулаларын жазыңыз. Қай тұз суда жақсы ериді, қайсысы ерімейді. Тапсырма сіздерге оның дескрипторлары бар, тапсырманы орындауға қажетті. Ал тапсырманы орындайық. Қасиеттер: мөлдір, түссіз, сұйық, тығыздығы жоғары. Күкірт қышқылының химиялық қасиеттері бұл металдармен әрекеттеседі, тұздармен және негіздермен. Ол қандай индикаторлармен әрекеттеседі? Лакмус қағазымен, фенокталин, метилоранж, универсалды индикаторлармен әрекеттеседі. Реакция теңдеулерін жазыңыз. Мырыш пен күкірт қышқылының әрекеттесуінің нәтижесінде мырыш сульфаты тұзылып, сүтек газы бөлініп кетеді. Так, балалар, қарайықшы. Дескрипторға қарайтын болсақ, күкірт қышқылының негізгі қасиеттерін айқындайды. Айқындады. Индикаторлармен әрекеттесуін саралады және реакция теңдеуін жазды. Тамаша, жақсы отыра қойыңыздар. Екінші топ. Ортақ тұздарын жіктеу. Орта тұздарға бізге натрий, калий, кальций сульфаттары кіреді. Ал қышқыл тұзға натрий гидросульфаты, калий гидросульфаты жатады. Формуласы: натрий сульфаты, натрий гидросульфаты, калий гидросульфаты, кальций сульфаты. Жақсы еритін тұздарға натрий сульфаты, натрий гидросульфаты, калий гидросульфаты. Нашар еритіндерге бізге калий мен магний сульфаттар кіреді. Өте жақсы. Балалар, қарасақ, дескрипторға қарасақ, орта және қышқыл тұздарды ажыратады. Ажыратып жазған,
одан формулаларын дұрыс құрастырады. Формулалары жазылған, және судағы ергіштігіне қорытынды жасайды. Суда жақсы ерейді немесе нашар ерейді деп. Жақсы. Балалар, енді мына қолдарыңыздағы бағалау тәсіліне қараймыз да, 2 сатыға тапсырманы орындаған оқушылар 2 сатыға жылжытасыздар. Тапсырманы орындаған оқушылар. Жақсы, отыра қойыңыздар. Ал балалар, келесі тапсырма жұптық жұмыс тізбектелген есептеу әдісі. Бұл функционалдық сауаттылықтарға байланысты берілген тапсырмалар. 2 топқа 2 түрлі есеп мәтін беріледі. Бірінші топқа өндірістегі күкірт қышқылының әсері. Зауытты күкірт қышқылы өндіру кезінде қышқыл буының қоршаған ортаға таралу қаупі бар. Егер 1 тонна көмір жанғанда 10 килограмм күкірт оксид түзілсе, ал осы газдың 80% ауаға тарайтын болса, сіздерге сұрақ, атмосфераға тараған күкірт оксидінің көлемін мөлшерін есептеңіз. Егер бұл газ толығымен күкірт қышқылына айналса, түзілетін күкірт қышқылының массасын анықтаңыз. Осы қышқылда бейтараптау үшін қанша натрий гидроксиді қажет? Дескрипторлары берілген тапсырманы орындайсыздар. Екінші топ. Батарея электролитін жаңарту тақырыбы. Автокөліктің аккумуляторда электролит кезінде 30% күкірт қышқылының ерітіндісі қолданылады. Егер көлік аккумуляторында 1,5 литр 30% күкірт қышқылы ерітіндісі бар болса, және ол 1 жылда концентрациясын 25%-ға дейін төмендетсе, сұрақ, аккумулятордағы күкірт қышқылының бастапқы массасын есептеңіз. Оны 30% концентрацияға қайта жеткізу үшін қанша таза күкірт қышқылын қосу қажет? Дескрипторлары берілген тапсырманы жұптасып орындаймыз. Маған 8 килограмм күкірт оксиді тарады. Жақсы, тамаша. Байланысты, егер бұл газ толығымен күкірт қышқылына айналса, түзілетін күкірт қышқылының массасын анықтаңыз. Бұл жерде күкірт қышқылының массасы 12,125 килоға тең болады. Жақсы, тамаша. Бейтараптау үшін қанша натрий оксиді қажет? Бізге 10 килограмм натрий оксиді қажет. Жақсы, тамаша. Бойынша аккумулятордағы күкірт қышқылының бастапқы массасы 424,135 килограмм. Жақсы, тамаша. 30% концентрацияға қайта жеткізу үшін таза 184,5 күкірт қосу қажет. Жұптық жұмыс өте тамаша өткізілді. Енді 2 жұпта қаншадан болды? Сол мынау бағалау шкаласына байланысты 2 сатыға жылжытыңыздар. Барлықтарыңыз. Жақсы, тамаша. Үшінші жұмысымыз келесі. Жеке жұмыс бұл Learning Apps сайтына өтіп, желім әдісі арқылы сәйкестендіру тапсырмаларын орындайсыздар. Сіздерге сілтемесі жіберілген, сол сілтемеге қарап отырып орындаймыз тапсырмаларды. Жақсы балалар, өте дұрыс, бәрі дұрыс болды, отыра қойыңыздар. Қолымыздағы бағалау тәсілін шкаласына қарай 2 сатыға жылжытып қойыңыздар, барлығымыз түгел. Бір ауыз сөз әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған ойларыңды жеткізіп қойыңыздар. 2 топтан бір оқушыдан. Маған бүгінгі сабақта күкірт қышқылының химиялық және физикалық қасиеттері өте түсінікті болды. Сіздерден келесі? Бүгінгі сабақ өте қызықты өтті.